Хабарыңыз болса, бағдарламаларымыздың алдыңғы салаларында Қарақалпақстан Республикасында президентіміздің басшылығында 2017 жылдан берлі әйне Қарақалпақстан үшін қабыл етілген қарар һәм фарманлар негізінде республикамызда әмелге асырылған, қазіргі уақытта ісленіп атырған һәм алдағы уақытта ісленуі нәзерде тұтылып атырған жұмыстарға бағышланған Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығының баянаты һәм ол тикарда кең жәйметшілік уәкілдеріменен өткеріліп атырған ұшырасуларды жартып барып атырмыз. Соны айтып өту керек. Бұл баянат Қарақалпақстанда қысқа уақыт ішінде халқымыз тұрмысында бұрын болмаған жүда көлемлі жаңалануларды өз ішіне қамтиды. Жыл жұмақланып, жаңа 2026 жылы мәхәллені рауажандыру һәм жәйметті жетілістіру жылында бұндай рауажанулар көлемі және де кеңейіп бармақта. Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі басшылығы Аманбай Орынбаев жоғары оқу орындарындағы белсенді студент жастармен ұшырасты. Бұл хақында хабаршымыз сөз деді. Жержүзілік бизнесте жержүзілік тренд Қарақалпақстанда. Өзбекстанда бірінші майнинг зонасы, әйне Қарақалпақстанда шөлкемлестіріліп жатыр. Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 27 октябрдегі жасалма интеллект технологияларын және де рауажандыруға байланысты қосымша ләжілер хақындағы фарманы тикарында инвесторлар 2030 жыл 1 январға шекем барлық компьютер компонентлері һәм суыту үскенелерін республикамызға алып кіруде бажыхана бажысынан азат етілді. Инвесторларға бұл бойынша жойбарларын әмелге асыру үшін жер орлары турыдан-туры ажыратылады. Дата орайының электр энергиясы тарифы 1 киловатт-сағат үшін 5 цент етіп белгіленбекте. Нәтижеде майнингке қанегелестірілген арнаулы зона шөлкеместіру бойынша берілген жеңілдіктер қысқа уақыт ішінде сыр селі инвесторлардың этибарын тартты. Яғни Қытайдың Chang'e Link Waste компаниясымен бірге жойбар бағасы 3,5 миллиард долларлық майнинг һәм дата орайларын құру үшін шартнамалар түзілді. Һәм 2026 жылдың өзінде 700 миллион доллар мағдарында инвестиция кіргізу күтілмекте. Бұл мағлұматлар Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Орынбаевтың жастармен өткерген ұшырасуында айрықша атап өтілді. Xorazm viloyati Shovot tumanidan kelib o'qiyapman. Bu yerdagi muhit juda ham o'zgacha. Shuni anglab yetdimki, inson qayerda yashashidan qat'iy nazar u yerda mehr, ishonch va bir-biriga bo'lgan hurmat bo'lsa, insonlarni bir maqsad ostida birlashtira oladi. Aynan Qoraqalpoq yoshlarga havas qiladigan narsam bu ularga kvota ajratilgani. Eng meni yaqin kursdoshlarim bor. 4 ta kursdoshim meni kvota bilan keldi. Men deydi, kirganimni eshitganda yig'ladim. Kira olmay qolganimdan qanday afsuslanayotgandim dedi. Ularni ko'zda ko'rgan quvonchni ko'rib, men ham o'zim ham xursand bo'ldim. Bunday qanday usulsiz bo'ladigan bo'lsa, әсіресе жастар бойынша істесуде және нөмірлерге құлақ қаратуымыз керек. Нөмірлерді ұмытып жатырмыз, нөмір шетте қалып бара жатыр. Тартынбастан айтың мархамат. Ашшасынан сөйлесеміз. Жоғарғы кеңес басшылығының баянатында 2017 жылдан берлі президентіміздің әйне Қарақалпақстан үшін қабыл еткен қарар һәм фарманлары негізінде республикамызда әмелге асырылып отырған жұмыстармен бірге алдағы режелер кең орын алды. Бүгінгі күнде республикамызда әмелге асырылып отырған іс-шаралар президент қарар һәм фарманларының орындалуының тәмінленіп атырғанлығы хақында біз баянатта толық мағлұматқа ие болдық. Атап айтатын болсақ, бұрынлары мәселен Амудария районына барған уақытымызда ескі көпір болатұғын еді, яғни Пантон көпірі деп аталатұғын еді. Ол көпірден өтіп атырған уақытымызда бізде бір қорқыныш болатұғын еді да, қандайда бір сол суға түсіп кететұғындай жағдайлар қимылдап тұруы, мәселен машиналардың өткен жағдайында. Ал жаңа көпірдің пайдалануға тапсырылуы менен қанша еліміз халқының сол уақыты һәмде жолға сарпылатұғын қаражетлері үнемленіп атырды. Шымбай районындағы кеңес ауыл бұқаралар жиынында IT қалашасы пайдалануға тапсырылды. Бұл әлбетте шеткі аймақтарымызда да жастарға қаратылып атырған, олардың IT тарауындағы білімлерін елде арттыруға қаратылған үлкен бір ітібардың жемісі десек те болады. Жастар атынан құрметті президентімізге, ел басшымызға
өзіміздің minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men Sirdaryo viloyatidan kelib o'qiyman. Aslida Nukusni bilaman deb yurgandim, lekin bilmagan joylarim ham bor ekan. Ayniqsa hozirgi yig'ilishdagi mana shu yuqori kengash boshlig'ining prezentatsiyasida men ko'rib lol qoldim, to'g'risini aytaman. Shunaqangi prezentatsiya tayyorlagan, Nukusni rivojlanishi va qilgan ishlarini ko'rib, men o'zimga birinchi kursman, endi 4-kursimgacha bu ishlarga albatta o'z hissamni qo'shaman degan ichimda umid uyg'ondi. Kelajakda shunday bo'ladi Nukus dedi. Men Nukusdan o'qish tugul ketgim ham kelmay qoldi. Жоғары кеңес басшылығы осы бағдарда өткен ұшырасуларда жәмиеттік транспорт қызметін раважландыру мақсатында Сапсан Транс Нөкіс карханасы тарапынан Қытай мемлекетінен бақасы 11 миллиард сомлық 12 дана заманауи автобустары лизинг шекарында алып келінген болса, осы кархана тарапынан алдағы уақытта бақасы 24 миллиард сомлық 12 дана электробус алып келу нәзерде тұтылмақта деп келтіріп өтіп еді. Міне осы гаптың тастайығы. Көп өтпей дәслепкі электробуслар республикамызға жетіп келді. Арал теңізіне су алып барылады десе де сену қиын. Бірақ президентіміздің тіккелей қолдап қуатлауыменен Қарақалпақстан бас құбыла коллекторы арқалы коллектор дренаж суларын Арал теңізіне түсіру жойбарын әмелге асыру белгілеп алынды. Халықаралық жасыл климат фондының атқарушы директоры Мафальда Дуартаменен өткерілген ұшырасулар нәтижесінде бағасы $50 миллион грант қаржылар есебінен Қарақалпақстан бас құбыла коллекторы арқалы Арал теңізіне түсіру жойбарын әмелге асыру имканияты үйреніліп жатыр. Өткерілген ұшырасуда жастар міне ұсындай мағлұматлармен танысып, қызықтырған сұрауларына жауаптар алды. Ұшырасуда бір топар белсенді жастар Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі президиумының қарарыменен құрмет жарықларыменен сыйлықланды. Шығындыларды алып кету қорлары, енді сол шығындыларды алып кету қорларын елде раважландыру бойынша предложение жаратып қойыппыз. Енді соны ұсынысқа қазірде кірттік. Яғни шығынды қорларының, мысалы шығынды құтылар болатын болса, GPS арқылы қорланып, телефонымызда тікелей қай жерде шығынды құтылар бар екенін хаммесін көрсетіп тұрады. Бұл ұсынысымыз жоғары кеңес басшылығына, яғни қабылданып, протоколдастырып, яғни өзі қабылдады. Және де көптеген проектлеріміз бар, кеше болып өткен яғни Хелстек хакатон проектінде қатынасып күшлі олыққа кірдік. Бұл жерде жойбарымыз смартмет аппаратымыз болып, бұл тікелей районлық жердегі қамды Қарақалпақстан Республикасындағы Нөкіс қаласы деп айтатын болсақ, адамдар тығыз орындарда біз өзіміздің аппаратымызды яғни іске асыра алсақ, бұл бойынша да көптеген ауру бойынша да, мысалы көптеген инсандар ауырады. Соның алдын алу мақсатында кемінде 50-60% яғни ауру азаяды деп есептесек болады. Бұл имканиятты құрметті президентіміз жаратпаса, яғни Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің басшымыз жаратпаса, бұл имканият, яғни біз жастар істей алмаймыз. Ол жағынан біздерге беріп өткен имканияттан біз, яғни жастар, күшлі жастар деп айта аламыз. Күшлі жастар бұл имканияттан елді раважландырып, өзіміздің үстімізде істеп, тоқтамастан харекет қыла алсақ, бұл жетістіктер деп айтсақ болады. Sevimga borib kelganimda bu yil Toshkentga agarda o'zlarimiz tarafda ham shunday maskanlar bo'lsa, qani edi deb kelgan edim. Jo'g'org'i kengash raisi tomonidan prezentatsiyada shu Sevim ko'ngilochar bog'i Nukusda ham tashkillashtiriladi va yana ot choparlar markazi va yana qilichbozlar markazi tashkillashtirilishi rejalashtirilayotgan juda ham menga yoqdi. Baxtli yoshlar qatorida Jo'g'org'i kengash raisi Amonbay Tileboyevning shaxsan o'zlaridan Jo'g'org'i kengashning faxriyorligi bilan taqdirlandi. Ulkan e'tibor qaratganligi uchun juda ham xursandman va hozirda endi faoliyatim davomida institutimizda Yoshlar ittifoqi 5 tashabbus loyihalari koordinatori bo'lib faoliyat yuritib kelmoqdaman va mana shu faoliyatim davomida menga juda ham katta motivatsiya bo'ldi va yoshlarni yanada ortimdan ergashtirib, yanada ularga katta e'tiborimni qarataman. Men prezidentimizdan 203 sonli permanent tikarda mamlakatlik grant tikarda o'quva qabul etilgan quvonch bilan birinchi kursimda siz bilan ko'rishgan edim. Shumbay rayoni Kengis avul fuqarolar yig'inida IT park bor. So IT parkning to'g'risida Ko'ne mektep bor. Ko'ne mektepda remontlar yamasa және qurib, Shumbay rayoni 8 sonli bolalar muzika maktabining filiali o'zida ochishga bo'ladi. Startup akademiyasi елде басқа жоғары оқу орындарында да шөрлестірсек, IT тарауындағы қыздарды, әсіресе Қарақалпақ қызларының сол инновация һәм технологияға болған қызығушылығын һәм олардың санын елде арттырған болар еді.
Жоғарғы кеңес басшылығы менен ашықтан ашық саубетлесу. Мемлекетіміздің алтын фонды жастарға болған сенім. Олар үшін үлкен мотивация. Бүгін елімізде осыншама өзгеріс һәм жаңаланулар жүз беріп жатыр екен. Әрбір жас бұл істерде өз үлесі барлығын сезіну зарар. Көпшілік бүгін ұшырасудан алдына жаңа мақсат қойып шықты. Демек, мемлекетіміз алдындағы миссия орындалмақта.